Ассалаумағалейкум, қадірменді телекөрермен, араға апта салып өздеріңізбен тағы да бір мәрте жүздескенімізге қуаныштымыз. Бүгінгі біздің келелі отырысымызда жалпы тақырыбымыз ықылас ниеттің туралы жайында болмақ. Бүгін біздің студиямыздың қадірлі қонағын таныстырып өтейін. Елімізге белгілі исламтанушы ұстаз Нұрсұлтан Рысмағамбетұлы ұстазымыз келіп отыр. Ассалаумағалейкум. Қош келдіңіз. Көңіл күйіңіз қалай? Аллаға шүкір. Уақыт бөліп келгеніңізге рахмет айтамыз. Алла разы болсын. Алла тағала қызметтеріңіз берекелі сауаптан қылсын. Енді жалпы ықылас ниеттің маңыздылығы турасында бір өзіңіздің аузыңыздан бір өзіңіздің ойларыңызды тыңдасақ деп осы жерге келіп отқан жайымыз бар. Уақыт бөлгеніңізге тағы да рахмет айтамыз. Жалпы мұсылман баласы өзінің ықыласын, ниетін, пейілін туралау үшін қандай да бір істе болса да, оның бойында қандай қасиеттер болу керек және не істеу керек? Содан бастайық. Ахмадуллах Раббил Аламин, салли салатан ва саламун ала хабибил амин, Мухаммад Мустафа, саллаллаху алейхи ва алейхи ва сахбихи ва саллим. Амма бa'д, Алла разы болсын. Біздегі діндегі амалдардың қабыл болуының ең негізгі шарты бұл ықылас, ниет. Оны барлық мұсылман біледі. Бірақ сонда болса да бізде қате кетіп қалады көбіне. Адамдар кейбір амалдарын кім үшін істеп жатқанын білмей қалады. Мысалға, қазір қоғамда біз естиміз, кейбір әйел кісілер күйеулерімен ренжісіп қалса, орамалын шешіп тастайды екен же. Сонда ол бұл уақытқа дейін кім үшін тағып келді, сонда орамалын? Күйеуі үшін тағып келді ма? Деген сұрақ келеді. Мынадай нәрсені ұмытпау керек. Абу Бакр радиаллаху анху, пайғамбарымыз дүниеден өткен кезде, Омар жаңағы пайғамбарымыз өлді дегеннің бәрін өлтірем деп шықты ғой, қылышын алып. Сонда Абу Бакр келіп айтты: Омар, бұл тыныштал деді. Мен Алла елшісінің бөлмесінен шығып келе жатырмын, Алла елшісі дүниеден өтті деді. Сөйтті де жиылып тұрған сахабаларға айтты: уа халайық деді. Кім Мұхаммед үшін құлшылық қылған болса, онда Алланың елшісі бітті деді. Қайтыс болды. Кім Алла үшін құлшылық қылған болса, Алла мәңгі өлмейтін тірі деді. Осы қағиданы адам ешқашан ұмытпау керек. Сахабалардың әрдайым айтатын сол ғой, біз соғыста төбелестен ешқашан шаршаған жоқпыз дейді. Біз соғыстың ішінде ниетті туралаудан ақ шаршап кеткенбіз дейді. Кім үшін соғысып жатқан, анау бір адамды құлатқан кезде, деген, Алла деген кезде жаңа адам делебесі қозады ғой. Мені батыр деп айтсын деген сияқты. Сондай нәрсемен соғысып кетуі мүмкін де адам. Сондықтан әрқашан адам, әркім өзінің ниетіне сақ болу керек. Амалдың басын бір қарау керек. Кім үшін істейін деп жатсың, не үшін істейін деп жатсың? Ортасында бір тексеріп алу керек. Әлі сол ниеттемін ба деп. Соңында бітіп жатқан кезде. Шайтан үш мезгілде де келіп азғырады адамды. Ниетінен алдырады да. Ниеті кетіп қалғаннан кейін, бұзылып кеткеннен кейін, ол амал бұзылып кетеді болды. Көрдіңіз ба? Сондықтан пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям хадисінде айтады: бүкіл амалдар ниетке байланған дейді. Көрдіңіз ба? Ертең қиямет күні тозақтың қақпасы 3 адаммен ашылады дейді. Біріншісі шахид дейді, екіншісі ғалым дейді, үшіншісі жомарт дейді. Үшеуі, мынау шахид дүниеде қиратқанда, бірақ одан сұраған кезде не деп айтады? Раббым, сен үшін деп айтқан, өтірік айтасың деп айтады Алла тағала. Сен адамдар қатты төбелеседі деп айту үшін, батыр деп айту үшін төбелестің дейді. Көрдіңіз ба? Сен сол сыйлықты алдың дейді. Дүниеде айтты адамдар, енді бетін сүйреп апарды деп айтады хадисте. Бетін сүйреп апарды тозаққа тастаңдар дейді. Екіншісі ғалым. Мен сен үшін өлем үйреттім бүйтін деп жатқан кезде, сен адамдар айту үшін, мынау пәлен ғалым, ой, мынау күшті уағыз айтады, мынау күшті Құран оқиды деген сияқты айту үшін. Үшіншісі не дейді? Жомарт. Адамдар айту үшін. Бір мешіт салдың да, бірақ адамдар айту үшін, ой, мешіт салды деп айту үшін салдың да, оның Құдайдың алдында сен сыйлығын күтпей ақ қой дейді болды. Дүниеде алып қойдың, кімнен? Адамдардан алып қойдың да ықыласын. Бір тамады бауырымыздың бағанада айттым ғой, осы ұмытпасам. Бір тамады бауырымыз той жүргізіп жатса, бір ағамыз шығарып алып не қылған ғой. Осындай ағамыз деп, сонымен жаңа ағамыз сөйлемейді дейді, микрофонды алып. Тамадаға келіп құлағына айтады дейді: сен мешіттің күмбезін салды деп айтпадың ғой деп ше. Бүкіл халықтың көзінше ресторанда. Сонымен тамады микрофонды алдында: еще бұл ағамыз мешіттің күмбезін салған деп айттым дейді. Содан кейін барып бастады дейді тілекті ше. Міне көрдіңіз ба? Адамдар өзінің амалдарын өздеріне осылай құртып алады да. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям сол үшін бекерден бекер айтпайды: оң қолың берген садақаны сол қол білмей қалған адамдар дейді. Алладан басқа ешкім білмейтін адамдар, олар аршының көлеңкесінде болатын 7 топтың біреуінде болады дейді. Көрдіңіздер ме? Демек, амалдарды бұл абайлап отыру керек. Бүкіл өміріміздегі қаншама игі амалдар жасап жатырық, жақсылықтар жасап жатырық. Бір күшті сөз бар да: жақсылық жасағандай көрінбе дейді. Жақсылықты жасада көрінбе деген. Осындай қағидамен өмір сүру керек сияқты адамдар. Жалпы енді қандай да бір істі алып қараған кезде ең алдымен Алла елшісінің
оған алланың салауат Иә, сәлемі болсын, өмірі барша мұсылман болсын үлгі ғой. Әлбетте. Жалпы осы тұрғыда Алла елшісінің шынайылығы, тақуалығы, осы амалдары жасаған жөнінде бір Енді ойларын қараңыздар, көрсетсеңіз, мынадай нәрседе хадисте. пайғамбарымыздың бар амалы Алла үшін екендігін білу, бірақ оқиғаға мысал келтіре салайын, болды. Ухуд шайқасы күні пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам білеміз, маңдайы жарылған, бетіне дулығасын темір кірген, тістерінің шамалы бөлігі сынған. Сонымен қатар иықтан кетеді, иық жарылып кетеді пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам, өйткені 1,5 ай бойы иықты көтере алмайған. И артынан соңынан келіп, артынан тепкен кезде 56 жастағы кісі ғой пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам ол кезде. Арттан тепкен кезде шұңқырға тіземен түскен дейді, екі тізесі жарылған дейді. Сонда қараңыз, егер де ол кісі Құдай үшін жүрмеген адам болатын болса, ана жерде не деп айтады? Алла құртын аларды дейді ғой. Ол кісі не деді? Раббым, мына менің қауымым дейді, менің пайғамбар екенімді әлі білмей жатыр дейді да. Осындай зияндық жасап жатыр, оларды хидаятқа бастап тура жол бере көр деп айтты дейді. Көрдіңіз ба? Нәпсісі үшін жүрмегендігі пайғамбарымыздың осы жерден ақ білініп қояды да. Оның басқа амалдар туралы. Ол деген үлкен бір тақырып қой, ол қазір кіретін болсақ пайғамбарымыз қаншама істеген игі істерінің барлығы. Өте жақсы, керемет. Алла тағала баршамызды осы шынайы, ықыласты, пейілді құлдардан қылсын деп. Иә, енді мынау адам бір насихат айта салайын. Істейтін кезде бір сұрақ қойып алу керек ше. Мен кім үшін істейін деп жатырмын? Мен істейін деп жатқан нәрсе Құдайға ұнай ма, ұнамай ма? Соны біліп алу керек. Әр істің басында мен не істейін деп жатырмын, кім үшін істейін деп жатырмын? Ол ұнай ма Құдайға? Ұнамайтын болса, зачем оны жасап маған? Деген адамның өзінің формуласын болу керек қой адам. Қалай бар, солай деп өмір сүріп, лақпа өмірді қою керек ондай. Әркім өз-өзін бір тексеріп отыру керек. Хасибу анфусакум қабля ан тухасабу дейді. Өз-өздеріңді есеп күні келмей тұрып бір есептеп алыңдар дейді. Ең қайырлы адам сол болады дейді. Шынымен кешкісін қайттың үйге, бүгін бір күшті амал жасадың да, кешкісін қайттың жатарда бүгінгі істеген амалдарыңды бір тараздан өткіздің да, қарап отырсаң, шынымен бүгін Құдай үшін істеген бірдеңің бар ма, жоқ па? Жоқ болса, онда қиын. Енді бұл үлкен әңгіме айтып жатырмын ғой, үңгірге тығылып қалып, жаңағы тас жауып қалатын кісілердің қиссасы бар. Үшеуі Құдайдың алдында Алла үшін істеген бір амалдарын айтып, аман қалады ғой. Сонда ойлаймын да, ана жерде екеуі мысалға Құдай үшін істеген амалдарын айтты, жаңа тас жылжыды ғой бүйтіп. Үшіншісінде болмай қалса дейді, ғалымдар айтады. Ана үшеуі мынаның себебінен екеуі өліп қалады дейді. Үңгірдің ішінде қамалып, көрдіңіз ба? Значит, әр адамда бір амал болу керек, оны өзі Құдай білетін, басқа ешкім білмейтін. Өте жақсы. Сондай жақсы амалдар жасайтын жандардың қатарынан болды. Баршамызға нәсіп етсін. Сізге рахмет. Қысқа болса да уақыт бөлдіңіз, ақпарат беріп жатсыз. Алла разы болсын. Көп рахмет айтамыз. Қымбатты көрермен, біздің осымен сұхбатымыз аяқталды. Бағдарламамыздың келесі санында жүздескенше аман сау болыңыздар. Күндеріңіз берекелі болсын.